Қостанай облыстық Ақмешіт KZ сайты ұсынады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұхтарам жамаат. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз ораза ұстамау кімдерге рұқсат етілген. Жалпы Алла Тағала әрбір ораза ұстауға денсаулығы жарайтын, балиғат жасқа толған және ақыл есі бүтін әрбір мұсылманға ораза ұстауды парыз етті. Бұл жөнінде Алла Тағала былай деп баяндайды: Астағфируллах, фаман шахида минкум шахра фалиясум, ва ман кана маридан ау аля сафарин фаиддатун мин айямин ухар, юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул уср. Яғни бұл аятта Алла Тағала айтады: сендерден кім Рамазан айында болса ораза ұстасын дейді. Ал кім осы айда науқас болып немесе сапарға шығып, яғни ораза ұстай алмаса, онда қазасын басқа күндері өтесін дейді. Алла сендерге жеңілдік қалайды, ауыртпашылық артқысы келмейді дейді. Бұл болса Бақара сүресінің 185 аяты. Енді бұл аяттан аңғарғанымыздай, яғни бұл аятта біздерге Алла Тағала белгілі бір кісілерге ораза ұстамауды рұқсат еткендігін байқаймыз. Енді қазір біз сол Рамазан айында ораза ұстамайтын, бірақ содан кейін қазасын өтейтін белгілі бір кісілер жайлы айтып өтетін боламыз. Соның ең біріншісі жолаушы. Яғни шариғат тұрғылықты жерінен таң атқанға дейін ең кемі 86 километр жаңағыдай шақырым қашықтыққа сапарға шыққан адамға ораза тұтпауға рұқсат етеді. Бірақ кейін ол кісі қазасын өтеуге міндеттеледі. Бұл жерден шарт етіліп отқан нәрсе, жаңа таң атқанға дейін ол кісі сапарға шығып кеткен болуы керек. Егер таң атқаннан кейін жолға шықса, онда оған бұл күннің оразасын ұстау міндет болады, және де оразаны бұзуға харам, яғни тыйым салынады. Дегенмен ораза ұстау жолаушыға қиындық тудырмаса, оған жолаушылық кезінде де ораза ұстауға, былайша айтқан кезде ораза ұстаған абзал болып саналады. Яғни егер оның сапарында ешқандай бір өзіне, денсаулығына бір кедергі келтіретіндей бір жайттар болмаса, яғни жолаушылық кезде өзін жақсы сезінсе, онда оған ораза ұстай беруіне де болады. Тіпті бұлай сапар кезінде ораза ұстап жүруі де жалпы шариғатымызда абзал саналады. Ал енді екінші ораза ұстамау рұқсат етілген кісілерге келетін болсақ, ол жаңағы дертке шалдыққан адам. Яғни Рамазан айында науқас адам ораза себепті денсаулығы нашарлаудан немесе жаңағыдай дертінің айығуының ұзарып кетуінен қауіптенсе, онда ондай адамдарға да ораза ұстамауға рұқсат етіледі. Ал енді бұндай кісілер әрине бұл жерде жаңағыдай өзінің белгілі бір тәжірибесіне немесе осындай бір дертпен ауырған басқа кісілердің тәжірибесіне сүйенсе болады. Сонымен қоса жалпы дәрігердің, білікті маманның нұсқаулығына сүйену арқылы осындай шешім қабылдауына болады. Енді ауру себепті ораза ұстай алмаған жандар емделгеннен кейін ұсталмаған күндерінің қазасын өтеуге міндетті. Яғни міндетті түрде олар қазасын өтеп беруі тиіс. Үшінші кісілер ораза ұстамауға рұқсат етілетін ол жаңағы жүкті және емізулі баласы бар әйелдер. Яғни жүкті әрі емізулі баласы бар әйелдер ораза ұстау өзіне немесе баласына зиян беруден қорықса, онда оларға да ораза тұтпауға рұқсат етіледі. Бұған байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мынандай бір хадисі келеді: Раххаса Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам лил хубла аллати тахафу аля нафсиха ан туфтира ва лил мурди аллати тахафу аля валадиха дейді. Яғни бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, яғни Алла елшісі өзі және сәби үшін қауіптенген жүкті әйелге немесе емізуші әйелге ауыз ашуға рұқсат етті деп келеді. Сол себепті де осындай кісілерге жалпы осындай жағдайда ораза ұстамауларына шариғатымыз яғни рұқсат етеді. Сонымен қоса, егер де дәрігер жаңағы бала емізетін әйелге сәбидің еміне қажетті қандайды бір дәрумендерді қабылдауды жазып берген болса, ондай кісілерге де ораза ұстамауға рұқсат етіледі. Бірақ дегенмен кейін бұл кісілер жаңағы жүктілік уақыты аяқталған соң
немесе баланы емізу уақыты аяқталған соң, яғни қазасын өтеп беруге міндетті болады, ұстамаған күндерінің оразасының. Төртінші жағдай, яғни өміріне қауіптенген кісіге қатысты, яғни ауыз берік адам ауыр жұмыс істеу арқылы қатты шөл мен аштыққа шалдығып, соның себебінен жаңағыдай өміріне не есінен айырылатындай жағдайға душар болса, яғни өміріне қауіп төніп, немесе жаңағыдай бас айналып, есеңгіреп, есінен айырылатындай бір деңгейге жететін болса, сол аштықтың себебінен немесе шөлдің себебінен, ондай кісілерге аузын ашып жіберуіне рұқсат етеді шариғатымыз. Бірақ дегенмен бұндай кісілер жалпы кейіннен сол ұсталмай қалған күннің қазасын өтеуге міндетті болып табылады. Сол сияқты ауыр жұмыста істейтін кісілер оразаның немесе Рамазан айының ең бірінші күннен бастап бірден оразадан бас тартпауы тиіс. Алдымен Алла Тағалаға иман келтіргеннен кейін жалпы Аллаға сенім артып, яғни Алла Тағала күш, қуат, демеу береді деген сеніммен оразаны бастап, аяғына шейін ұстап шығуға жәрдем береді деген сеніммен аяғына шейін аяқтауға тырысу керек. Ал енді сол ұстап бастағаннан кейін сондай бір денсаулығында ақаулар пайда болса, жаңағындай бас айналу деген секілді, есінен талу немесе денсаулығын жаңа өміріне бір қауіп келіп жатқан болса, ондай кезде де аузын ашып жіберуіне шариғатымыз жалпы рұқсат етеді. Сол сияқты сонымен қоса бұл жаңағындай егер ауыр жұмыста істейтін кісілерге мүмкіншілік болса, яғни сол Рамазан айында ауыр жұмысты қоя тұрғандары жақсы болып саналады. Яғни ауыр жұмыстан бас тартқаны жөн, егер мүмкін болса. Ал енді мүмкін болмаса, онда оразасын ұстап көреді. Егер денсаулығы жарап, жаңағыдай ешқандай бір кедергі, қауіп қатерлерге душар болмаса, оразасын аяқтай береді. Ал енді жаңағындай өміріне немесе қауіп келіп, жаңағындай ақылынан айырылатындай сондай бір деңгейге жетіп жатса, ондай кезде аузын ашып жіберуіне шариғатымыз жалпы рұқсат етеді. Сонымен қоса кейде белгілі бір кісілер болады, яғни жылдың басқа мезгілінде ораза ұстауға шамасы келмейтін үлкен қария кісілер болады. Жаңағы 80-нен асқан, 90-ға жеткен, 100-ге кеп қалған деген секілді. Сондай үлкен қария кісілер болады. Сол сияқты жаңа созылмалы дерті бар, жазылмайтын, емделмейтін сондай бір дертке душар болған кісілер де бар. Міне бұндай кісілерге қатысты, яғни оларға ораза ұстаудан яғни босатылады. Сол сияқты олар ораза ұстамағандығы үшін қазасын өтеуге де оларға міндет емес, яғни шарт емес. Оларға күніне бір міскінді тамақтандыру, яғни таңғы және кешкі асын уәжіп болады, яғни міндет саналады. Ораза ұстамағандығы үшін жаңағындай қарт кісілер, созылмалы, жазылмайтын дерті бар кісілер, яғни ораза ұстауға кедергі келтіретіндей дерт болу керек қой. Сондай кісілер жаңағындай оразадан босатылады, және олар қазасын өтеуге міндеттелмейді. Керісінше олар бұның орнына фидия төлеу міндеттеледі. Яғни фидия деп отқаны бұл жерде бір міскінді таңғы және кешкі асын беру арқылы тамақтандыру, немесе соның құнын төлеу. Бұған қатысты Алла Тағала айтады Құранда: "Астағфируллах ва алаллазина ютиқунаху фидияту таамун мискин, фаман татавва хайран фахуа хайрун лах" дейді. Яғни ораза ұстауға шамасы әзер жететін, яғни қарттар және созылмалы дертке шалдыққан науқастар қаза болған әр күнге фидия ретінде бір жарлыны, яғни бір міскінді, бір күндік 2 мезгіл тамағын немесе соның құнын ақшалай беру керек. Ал енді кімде-кім қайырымдылық жасап, аталмыш мөлшерден асырып берсе, онысы өзі үшін хайырлы әрі жақсы дейді Алла Тағала Құранда. Бұл да Бақара сүресінің 184 аятында осылай деп келген. Сол себепті де жалпы шариғатымызда осы аталған кісілерге Рамазан айында ораза ұстамауларына рұқсат етілген. Бірақ дегенмен байқағанымыздай арасында 4 кісіге жаңағындай ораза ұстамаса да кейін сол жағдайлар өткеннен кейін, яғни қазасын өтеу міндет болып табылады. Тек қана 1-2 жағдай ғана бар. Ол қарт кісілер және созылмалы дерті бар кісілер, оларға қазасын өтеу міндет емес. Сол себепті Алла Тағала баршамызды осы
келіп қалған Рамазан айы құтты мұбарак қылсын. Осы Рамазан айында Алла Тағалаға лайық түрде құлшылық ибадат жасауымызды баршамызға нәсіп етсін. Және осы Рамазан айындағы оразаны басынан аяғына шейін сау саламат өтеп беруімізді Алла баршамызға да нәсіп қылсын. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.